Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен қазіргі таңда ұмыт болып келе жатқан жұқпа сорпаның рецептімен бөлісемін. Қазақтың ұлттық тағамдарының біріне жатады, дәмі өте керемет. Алдымен қазірге осындай ыдысымды қойып, үстіне жарты етіп су құйдым. Оның үстінен етімізді және қабырға сүйектерімізді салып, бетін жауып қайнатамыз. Етіміз қайнады. Енді бетіндегі көбіктерінің бәрін осындай сүзгінің көмегімен аламыз. Етіміз дәл осылай баяу қайнап тұру керек. Бетін жауып, жарты сағаттай қайнатамыз. Қосу үшін қызанақтарды огородтан жинап жатырмын. Мұнда болгар бұрышы, салатқа қосатын түрлі түсті болгар бұрышы. Ал мұнда кәдімгі голубцы жасайтын қарапайым болгар бұрышы. Қайнап тұрған сорпамызға бір пияз саламыз. 2 қызанақты ортасынан бөліп салдым. Одан кейін болгар бұрышын осылай ұзынша етіп турадым. Бір болгар бұрышын салып жібереміз. Шамалап тұз салып жібереміз. 1 шай қасықтай. Картоптарды мен осылай үлкен-үлкен етіп кестім. 1 картопты ортасынан бөлдім. Сәбізімізді де ұзынша етіп кестім. Қатты қайнап, ақ сорпасы шығып кетпеу керек, мөлдір тұнық сорпа болу керек. Міне осылай жыбырлап қайнап тұрса, соның өзі жетеді. 1 стакан суға 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып, тұзын ертіп аламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнның үстіне барлығын құйып, қолымызбен қамыр иеміз. Қамырымыз орташа қаттылықта қамыр болу керек. Әбден қанып болғаннан кейін қамыр осылай жып-жылтыр болады. Сондай болғанға дейін илейміз. Одан кейін ыдысымызбен бетін жауып, 5-10 минутқа тындырып қойып қоямыз. Енді қамырымызды осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлігін ұзынша етіп тағы да жаямыз. Одан кейін оны да бөлшектерге бөліп шығамыз. Үнемдеу үшін 2 қамырдан жаюға да болады. Ол үшін екеуінің ортасына көбірек ұн себеміз. Сонда бір-біріне жабысып қалмайды, әрі уақытты үнемдеп тез жаямыз. Арасында ортасын ашып үстіне отыру. 2 қамырымызды жайып болдық. Арасы жабыспайды, міне. Жұп-жұқа және екеуі теңдей көлемде жайылады. Артық ұндары болса, қолымызбен осылай ұнның бәрін қағып алуға болады. Енді лавашымызды пісіріп бастаймыз. Менде осындай қазан бар. Қазанның қақпағына ұқсайтын ыдыс, арнайы осындай жұқпаны пісіруге арналған. Соған отымызды орташа отқа қойып, осылай ешқандай май, ештеңе жақпаймыз. Құрғақ күйінде пісіріп аламыз. Достар, бұл біздің үлкен әжелеріміздің ыдысы болған. Сондықтан 30-40 жылдай осындай жұқпа пісіргеннен кейін осылай қарайып кеткен. Бұны қанша жусам да ағарған жоқ. Көп жылдар бойы пайдаланғаннан кейін осындай болып кетеді. Екінші беті қызарды. Енді астына қарай аударамыз. Астыңғы жағы да қызарды. Мінекей. Енді осының үстіне екінші қамырымызды қоямыз да. Бұлай төңкеріп жібереміз. Екінші қамырымызда пісейін деп қалды. Үшінші қамырды мына бетіне қоямыз. Сөйтіп, бұлай қарай аударамыз. Мынаны артына қарай аударып, осы бетін пісіріп аламыз. Сонда барлық беті түгелімен толық пісіп шығады. Осы жұқпаны біз бала күнімізде өте көп жейтінбіз.
Әжеміз көп пісіріп беретін, және маған да істеуді әжем үйреткен болатын. Сорпаға, ыстық сүтке қосып ішетінбіз. Және құр өзінде қытырлатып жей беруге болады. Негізі бұл тамақты қазірде көп адамдар жасай бермейді. Менің өзім айына бір рет, немесе 2-3 айда бір рет қана жасаймын. Тек жолдасым осы тамақты сағынып, жасап беруімді сұраған кезде ғана жасаймын. Арасындағылардың бәрі толықтай пісті, мінекей. Ең соңғысы да пісті. Енді осылай орап, суығаннан кейін целлофан пакетке салып қойып, 1 аптаға дейін сақтай беруге болады. Енді кесемізге жаңағы пісіріп алған жұқпамызды сындырып саламыз. Сорпаны бірінші сүйегінен, етінен құйып аламыз. Қалауымызша бетіне аз көк себеміз. Және 1 шай қасықтай құрт саламыз. Сонда құртпен керемет үйлесім табады. Осымен достар, біздің құрт және жұқпа қосылған сорпамыз дайын. Өте дәмді, құнарлы, пайдалы тамақтардың бірі. Менің рецептім ұнаса, арнама тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісемін. Сау, сәлеметте болыңыздар.